Қандай себептерден мойын омыртқасының физиологиялық иілімі түзуленіп кетеді? Мойын омыртқасының қалыпты физиологиялық иілімі, яғни алға қарай дөңестеніп тұруы, оның серпімділігін арттырып, жұлын мен миға зақым келуінен қорғайды. Жергілікті қан айналымын қамтамасыз етуге көмектеседі. Бұлшықеттердің үйлесімді қозғалысын сақтайды. Алайда бұл табиғи иілімнің түзуленіп кетуі, яғни қалыпсыз өзгерісі денсаулыққа зиян екенін түсіну үшін алдымен табиғи иілімнің өзгеру себептерін білу керек. Зерттеулерге сәйкес, мойын омыртқасының иілімі жоғалып, түзуленіп кетуінің басты себебі дене қалпының дұрыс болмауы, яғни дұрыс емес дене позасы екендігі мәлім болуда. Иілімнің түзуленуіне себеп болатын жағдайлар мыналар: бірінші, ұзақ уақыт бойы төмен қарап отыру, мысалы, төмен қарап кітап оқу, смартфон шұқылау немесе басын төмен салып жұмыс істеу. Екінші, кеңседе көп уақытын өткізетін адамдарда мойын мен бастың бір қалып сақталып, қозғалыссыз қалуы. Бұл мойын аймағындағы омыртқаралық дискілер мен байламдарға шамадан тыс салмақ түсіріп, зақым келтіреді. Үшінші, дұрыс емес отырыс, яғни ұзақ уақыт бойы дұрыс отырмау. Ал дұрыс отырудың қалай болатыны басқа видеода айтылған. Сол видеоға қарап өзіңіздің күнделікті дұрыс не бұрыс отыратыныңызды біле аласыз. Төртінші, биік немесе денеге сәйкес келмейтін жастықпен ұйықтау, бұл да мойын омыртқасына зиян. Бесінші, физикалық белсенділік, яғни қозғалыс аз болғандықтан мойын қозғалысы да азайып, мойынның кейбір бұлшықеттері әлсірейді. Алтыншы, күнделікті тұрмыстағы зиянды дағдылар, мысалы, төсекте жатып теледидар көру, кітап оқу, отырып ұйықтау сияқты дұрыс емес дене қалыптары мойын омыртқаның саулығына кері әсер етеді. Жетінші, омыртқаның жарақаты немесе кальцийдің шамадан тыс жиналуы. Мұндай кезде де мойынның табиғи иілімі жойылып, кейде керісінше артқа қарай дөңестеніп кетуі де мүмкін, яғни шейне кифоз пайда болуы мүмкін. Сіз дәл қазір қандай қалыпта отырсыз? Басыңыз төмен қарап тұрма, мойныңыз алға қарай созылып тұрған жоқ па? Егер солай отырсаңыз, дереу түзу отырыңыз. Бұл сіздің мойын омыртқаңыздың саулығы үшін маңызды.